1941-45 жылдардағы Ұлы Отан соғысы екінші дүниежүзілік соғыстың құрамдас бөлігі ретінде тарихта мәңгі енді. Бұл соғыста Қазақстандағы әрбір отбасынан жүздеген мың адам қолына қару алып, ұрыстарға қатынасты. Сұм соғыс айналып өтпеген шаңырақ жоқ шығар. Міне, жауыздықтың өрті лалып, қаншама қарындастарымыздың өмірін қиған соғыстың біткеніне 75 жыл толыпты. Менің атам Рафилов Молдаш сол сұрапыл соғысқа қатысқандардың бірі еді. Мен оны кеудемді кернеген мақтанышпен айта аламын. Рафилов Молдаш 1921 жылы Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Жайылма ауылы советіне қарасты Жайылма колхозында туып өскен. Атам жастайынан әкесінен айырылып, анасының тәрбиесінде болған. Анасы 1943 жылы қайтыс болады. 1933-1934 жылында Қандарал 7 жылдық мектебінің бірінші сыныбына түсіп, 1938-1939 жылына дейін оқып, 1939-1940 жылы оқу бітіріп, 1940-1941 жылында Жаңақорған қазақ орта мектебінде 8 сыныпты оқып жүріп, желтоқсан айында әскер қатарына алынады. Ал соғысқа аттанар кезінде небәрі 20 жаста болған. Аяусыз соғыста 3 түрлі жеріне оқ тиген. Ол кісі елін неміс басқыншыларынан азат етуде ерекше ерін аяған емес. 1944 жылдың қаңтар айында жаралы болып еліне қайтады. 1944 жылдың наурыз-сәуір айларында Жаңақорған аудандық нархоз учетта участковый инспектор болып жұмыс жасап, мамыр айынан бастап қыркүйек айына дейін райком жанынан ашылған фермерлер арасындағы Қызылорданың заведующесі болып жұмыс жасайды. 1944-1945 жылдың 1 қыркүйек айынан бастап мұғалім қызметшісіне ауысып, Тақыркөл 7 жылдық мектебіне 1-7 сыныпқа дейін беретін военный рук болып тағайындалады. Кейін Тақыркөл 7 жылдық мектебінде сабақ береді. 1946 жылы Бәйімбетов Анипа апамызбен отбасын құрып, 6 қыз 3 ұлды тәрбиелеп өсірген. 1964 жылы Жайылма ауылында бастауыш сынып ашылып, осында атамыз мұғалім болып, 1986 жылы зейнет жасына шығады. Қазіргі бейбіт күнді көруге қол жеткізіп отырғанымыз аталарымыз бен апаларымыздың ерлігі. Сол үшін де оларға біз мәңгілік қарыздармыз. Иә, содан бері жарты ғасыр уақыт өтсе де ешнәрсе ұмытылған жоқ. Соғыс және еңбек ардагері Молдаш атамның немересі екенімді мақтан тұтамын.